Сәлем достар, бүгін тещин язык салатын дайындаймыз. Бақшамдағы баклажан, қызанақ, чеснокты алып, баклажанды осылай домалақтап турап, суға салып, үстіне жақсылап тұз сеуіп, араластырып қойып қойдым. Енді бізге керекті заттар: чикен пісіргенге арналған ұнтақ, бір жұмыртқа, майонез, қызанақ пен чеснокты турап дайындап қоямыз. Баклажанды судан алып, сүлгілерге жайып, осындай қағаз салфеткамен суын сорып аламыз. Енді қызып тұрған майға жұмыртқаға аунатып, бірінші осылай пісіруді жөн көрдім. Қуырып аламыз екі бетінде. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бұл өте қарапайым жолы, үйде бар нәрседен жасалған салат. Закуска деп те атайды. Екінші, тағы жұмыртқаға аунатып, чикен пісіретін ұнтаққа аунатып пісіреміз. Өте дәмді шығады, осылай жасап көріңіздер. Ерекше дәм беріп тұрады. Бұны да екі шетін қызарып, майға қуырамыз. Менің басқа да түрлі салат дайындаған рецепттерім, сілтемелерін қалдырып кетемін. Кіріп көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Чеснок пен майонезді араластырып дайындап аламыз. Енді қуырылған баклажанға майонез жағамыз. Оның үстіне туралған помидор, тағы да майонез, тағы баклажан. Осылай 3 қабаттап, жақсылап барлығына жағып шығамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менде 2-3 күн сайын жаңа рецепттер шығып тұрады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.